Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 3-ші сыныпқа арналған Қазақстанның рәміздері тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 32 сөз. Әдеттегідей алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын. Содан соң диктантымыз жазуға кірісеміз. Каналға лайк басып, пікірлеріңізді жазғандарыңызға, тіркелгендеріңізге көп рахмет. Қазақстанның рәміздері. Қазақстан егеменді ел. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Қазақстанның рәміздері өте әдемі. Ел таңбасы, жалауы ерекше. Қазақстандықтар әнұранды білу керек. Қазақстанның бас қаласы Астана. 25 қазан мемлекеттік мереке. Ал енді достар, диктантымызды жазамыз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Қазақстанның рәміздері. Жазамыз. Қазақстанның рәміздері. Сөйлемді тексереміз. Қазақстанның рәміздері. Бірінші сөйлем. Қазақстан егеменді ел. Азат жолдан бастап жазамыз. Қазақстан егеменді ел. Сөйлемді тексереміз. Қазақстан егеменді ел. Келесі сөйлем. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Жазамыз. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Сөйлемді тексереміз. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Тыныс белгілерін дұрыстап қойыңыздар. Келесі сөйлем. Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Жазамыз. Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Сөйлемді тексереміз. Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Келесі сөйлем. Қазақстанның рәміздері өте әдемі. Жазамыз. Қазақстанның рәміздері өте әдемі. Сөйлемді тексереміз. Қазақстанның рәміздері өте әдемі. Келесі сөйлем.
елтаңбасы, жалауы ерекше. Жазамыз. Елтаңбасы, жалауы ерекше. Сөйлемді тексереміз. Елтаңбасы, жалауы ерекше. Келесі сөйлем. Қазақстандықтар әнұранды білу керек. Жазамыз. Қазақстандықтар әнұранды білу керек. Сөйлемді тексереміз. Қазақстандықтар әнұранды білу керек. Келесі сөйлем. Қазақстанның бас қаласы Астана. Жазамыз. Қазақстанның бас қаласы Астана. Сөйлемді тексереміз. Қазақстанның бас қаласы Астана. Келесі сөйлем. 25 қазан мемлекеттік мереке. Жазамыз. 25 қазан мемлекеттік мереке. Сөйлемді тексереміз. 25 қазан мемлекеттік мереке. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап толық оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериялары видеоның астында жазылған. Қазақстанның рәміздері. Қазақстан егеменді ел. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады. Қазақстанның рәміздері өте әдемі. Елтаңбасы, жалауы ерекше. Қазақстандықтар әнұранды білу керек. Қазақстанның бас қаласы Астана. 25 қазан мемлекеттік мереке.